Сәлем достар, Sotis English арнасы, сіздермен бірге Сүмбіле. Бүгін әдеттегідей ұзақ видео талдамаймыз, қысқа 1 минуттық видеоны қарастыратын боламыз. Сондықтан да видео форматы ерекше болмақ. Әдеттегідей жаңа сөздерге, грамматикалық ерекшеліктеріне және дыбысталуға тоқталатын боламыз. Қазіргі қарастыратын видео қызық қана емес, сонымен қатар танымдық. Мына кісінің өмірінде бастан өткен оқиға туралы танып тұрған боларсыздар. Мұны мен Германияда Альберт Эйнштейннің туған жері Өлім қаласынан сатып алған болатынмын. Немше оның тегі Альберт Эйнштейн. Ал ағылшынша Альберт Эйнштейн. Эйнштейн Германияда туылды, Швейцарияға көшті, сосын өмірінің соңына дейін ақш-та өмір сүрді. Ал көп сөзбай онда видеоны бастайық. Видеоның соңынан осы формат ұнайтын болса, маған міндетті түрде айтыңыз, мен бөлек плейлист арнап осындай видеоларды жасайтын боламын. Ал қазір бірінші өз бетіңізбен осы видеоны көріп алыңыз, барынша түсінуге тырысыңыз. Ал сосын бірге талдаймыз. Sotis English. So this Indian guy sitting next to Einstein, and Einstein says, it's a long flight. Why don't we have a competition? I'll ask you a question, and if you can't answer it, you give me $5. Then you can ask me a question, and if I can't answer it, said Einstein, I'll pay you $500. The Indian guy, thought this is a great deal. If I can't answer it, $5. If he can't answer it, $500. So he told Einstein, all right, you go first. So Einstein said, how far is the moon from the earth? And the Indian thought and thought. He said, you know what, I really don't have the exact answer. Here's $5. Then he looked at Einstein and said, what goes up a hill with 3 legs and comes down with 4? And Einstein worked through all of his knowledge of science, couldn't figure out what he was talking about, put his hand into his pocket and gave him $500. Einstein's turn again. Einstein said, before I ask you my next question, what does go up the hill with 3 legs and come down with 4? And the Indian put his hand into his pocket and gave him $5. So this Indian guy sitting next to Einstein. So this Indian guy, барлығы түсінікті сияқты, индиялық жігіт, guy деген жігіт. So деген сөз көбіне сөйлеудің басында айтылады. Жалпы so деген сөздің көптеген аудармасы бар. Сондықтан деп те аударылады, өте, тым деп те аударылады. Бірақ бұл сөйлемде аударылмайды. Ол тек сөйлеудің басында, әңгімені бастау кезде жиі қолданады. So this Indian guy, сонымен осы индиялық жігіт. So this Indian guy sitting next to Einstein. Sitting next to. Жанында отырған. Next to жанында. Near деген сөз қасында, маңайында деген сөз. Near ол алдында, артында болуы мүмкін, маңайында. Бірақ next to дәл жанында деген сөз. Мұнда ұшақта болған оқиға. Einstein, and Einstein says, And Einstein says. Einstein айтты. Says, it's a long flight. It's a long flight. Рейс, орысша айтқанда, қазақша айтқанда ұшу. Бірақ етістік ретінде ұшу емес, зат есім ретінде ұшу. Long flight, ұзақ ұшу. Яғни сапар әлі ұзақ ұшамыз. Flight. Why don't we have a competition? Why don't we have a competition? Why don't деп сұрақ басталады, егер бір идея тастасақ. Неге бүйтпеске, неге сөйтпеске? Why don't we have a competition? Why don't we have a competition? Competition, бәсекелестік, конкуренция, немесе жарыс. Мұнда жарыс туралы айтып отыр, яғни екеуміз неге жарыспасқа? Бәрібір сапарымыз ұзақ. Бұл сөздің зат есім формасы, ал етістік формасы compete болады. To compete деген бәсекелесу, жарысу деген сөз. Why don't we have a competition? Неге бізге жарыспасқа? Why don't we have a competition? I'll ask you a question and I'll ask you a question. I'll деп қысқартылады. Көбіне жазуда да солай, сөйлеуде де солай. I'll ask you a question. Менің кей студенттерім ask for you деп for қосымша жалған қояды, бірақ ол қосылмайды. For деп қолданамыз, егер бір затқа тапсырыс беретін болсақ. Мысалы, ask for a salad. Салатқа тапсырыс беру. I'll ask you, сенен сұрау. I'll ask you a question. Мен саған сұрақ қоямын. I'll ask you a question. Келер шақта жазылған. if you can't answer it. And if you can't answer it, бұл кісі индиялық және британдық акцентпен сөйлеп тұр. Can't answer. Американдықтар can't answer деп айтады. Екі түрлі акцентте екеуі де кеңінен қолданатын әдемі акценттер. Мен көбіне американдық акцент тыңдағаннан кейін менде американдық акцентпен айтылады. Көп жағдайда, бірақ микс кейде британдық акцентте араласып кетеді. If you can't answer it деген егер сен жауап бере алмасаң, егер can't алмасаң, answer жауап беру. If you can't answer it. And if you can't answer it, you give me $5. You give me $5. You give me, яғни сен маған $5 бересің. $5. Then you can ask me a question, and if I can't answer. Then you can ask me a question. Then сосын you can ask me a question. Сен маған сұрақ қоя аласың. Ask me a question.
Мұнда жаңа айтылғандай ask me. Шылау керек емес. Ask me. Менен сұрау. Question, And if I can answer it, егер мен жауап бере алмасам, can't answer it, said Einstein. said Einstein. Said деген сөздің дыбысталуы said емес, said Einstein. A мен I қосылғанда болып дыбысталады. Said. Сол сияқты again, bargain. I'll pay you $500. I'll pay you $500. Мен саған $500 беремін. The Indian guy, thought this is a great deal. If I can't Indian guy thought it's a great deal. Индиялық жігіт ойлады, it's a great deal. Great deal деген тіркес және good deal деген тіркес олар көбіне саудаға қатысты қолданады және ақшаға қатысты қолданады. Егер мысалы сапалы бір пальто делік, оны сіз 50% жеңілдікпен алатын болсаңыз, өте төмен бағаға, бірақ өте сапалы және жаңа, онда that's a great deal. Ол тиімді. Ақша жағынан тиімді болса, the great deal қолданады. The Indian guy, thought this is a great deal. If I can't answer it, 5. If he can't answer it, 5. If I can't answer it, егер мен жауап бере алмасам, онда it деген сұраққа, яғни егер мен сұраққа жауап бере алмасам, $5. I can't answer it, 5. If he can't answer it, $500. Егер ол жауап бере алмаса, онда ол маған $500 береді. Тиімді. Answer it, 500. So he told Einstein. Олай Эйнштейнға айтты. Мұнда да toldқа тоқталайық. Toldтан кейін to қойылмайды. Егер said қолданылса, онда қойылады. He said to Einstein, бірақ told айтылса, онда to керек емес. He told Einstein, he told me, he told him, he told her. Бірақ he said to me, he said to her, he said to him. So he told Einstein, ол Эйнштейнге айтты. Einstein, all right. All right, you go first. Жарайды, you go first. Сен бастайсың, сен бірінші. You go first. So Einstein said, Einstein айтты. Einstein said, How far is the moon? Is the moon from the earth? From the earth. How far? How сөзі қолданады қаншалықты деген сұрақтарда. Мысалы, қаншалықты қымбат болса, how expensive. Қаншалықты алыс, how far. Қаншалықты ұзақ болса, how long. Қаншалықты суық, how cold. Тағысын тағы. How far is the moon? Мұнда moon және earth олар жалғыз зат есімге жатады. Ол дегеніміз әрқашан бас әріптен жазылады. How far is the moon? How far is the moon from the earth. Жерден қаншалықты алыс жерде жатыр. Және мұнда артикльдер тұр, қараңыздар. Әлемдегі жалғыз заттардың күн, жер, ай сияқты сөздердің зат есімдердің алдында белгілік артиклі the артиклі қойылады. From the earth. An Indian guy thought and thought. Thought, think етістігінің өткен шақ формасы. Thought деп дыбысталады. Thought, айтып көріңіз. Thought. Indian guy thought and thought. Индиялық жігіт ойланды. Бұл кісі индиялық акцент сәл бар. Индиялықтар th-ті т деп дыбыстайды. Мысалы, 1000 деген сөзді thousand. Сондықтан егер т айта алмасаңыз, қалай айтқыңыз келеді, қалай айта аласыз, солай айта берсеңіз де болады. Акценттер түрлі көп және бірін-бірі адамдар түсіне береді. Thought дегенді thought деп айтты, байқасаңыздар, тағы бір қосайын. And the Indian thought and thought деді. He said, you know what? He said, you know what? I really don't have the exact answer. Exact дәл, тура. Яғни дәл тура жауап жоқ. Орысша айтқанда точный ответ. Менде нақты жауап жоқ. Answer, Here's $5. Мінекейіңіз. Here's қолданады затты берген кезде. Мысалы, отельде, әуежайда паспортыңызды сұрайтын болса, сіз айтасыз, here's it. Here's my passport. Then he looked at Einstein. Мұнда да шылауға назар аударайық. Look at. Қарау деп қолданатын болса, онда at пен бірге пайдаланады. Мысалы, ана құсқа қара. Look at that bird. Ана адамға қара. Look at that man. Look at me. Маған қара. Look at me. Жай ғана look me емес. Look at me. So he looked at Einstein and said, ол Эйнштейнге қарады да айтты. What goes up a hill? Мұнда енді фразалық етістік тұр. Go up. Көтерілу. Hill деген төбелер. Home. What? Не. Goes up a hill. Төбеге көтеріледі. With 3 legs. 3 аяғымен. Яғни қандай зат төбеге 3 аяғымен көтеріледі. And comes down. Come down төмен түсу. Неге go down емес? Жалпы go up'тың антонимі go down. Бірақ
come down деп айтып тұр, өйткені go бару, кету, а come келу. Сонда қандай зат үш аяқтап көтеріледі, кетеді, және қайтып келген кезде, орнына келген кезде come деп айтылады. And comes down төмен түседі. With four төрт аяқтап түседі. Және бұл сөйлемде байқадыңыз ба, көмекші етістік жоқ. Сұраулы сөйлемдерде әдетте көмекші етістік қолданады. Do, does, немесе to be етістіктері am, is, are, did, will деген сияқты. Амына сөйлемде көмекші етістік жоқ. Неге? And said, what goes up a hill with 3 legs and comes down with 4? Сұраулы сөйлемде көмекші етістік қолданылмайды, егер жасырылы отырған сөз субъект болатын болса. Субъект деген іс әрекетті жүргізуші адам немесе зат. Мұндағы субъект, қазақша айтқанда бастауыш, ол what болып тұр. Сол бастауыштың өзі сөйлемде жоқ. Бастауыштың өзі сөйлемде болса, көмекші етістік қолданылмайды. Бұны questions without auxiliaries деп айтады, яғни көмекші етістіксіз сұрақ. Сондықтан да мұндағы етістіктерге s жалғанған. Goes up, comes down. Einstein Work through something деген тіркес ол үлкен процесті шешу дегенді білдіреді. Бірнеше этаптан тұратын процесті. Work through all of his knowledge of science, knowledge білім, бұнда кейді басталмайды, of science, science ғылым, өзінің ғылыми білімдерінің барлығын пайдаланып, ойланып, couldn't figure out, шеше алмады. Figure out деген solve деген сөзбен синонимдес, solve деген шешу, couldn't figure out, шеше алмады. What he was talking about, оның не туралы айтып отырғанын. He was talking about, мұнда сөйлем past continuous жазылған. He was talking about, оның айтқан жаңағы сұрағы туралы шешім таба алмады. Put his hand into his pocket. Put his hand into. Мұнда да фразалық етістіктер put into салу. Pocket қалта, өзінің қалтасына қолын салды да. And gave him $500. $500 берді. Мұндағы дыбысталуға назар аударыңыз. Gave him деген сөз сөйлеу барысында gave him деп қысқартылады. Gave him. Айтылмай қалады. Көбіне осындай қысқартулардан кейін тез сөйлеген кезде түсінбей қалушылық туады, бірақ осындай құпияларын білетін болсаңыз, түсіне алатын боласыз, және сөйлеген кезде де пайдаланатын болсаңыз, тезірек сөйлей бастайсыз. Gave him $500 емес, gave him. Тыңдап көріңіз. Put his hand into his pocket and gave him $500. Gave him. Einstein's turn again. Эйнштейннің кезегі. Turn, кезек. Қайтадан Эйнштейннің кезегі келді. Again. Einstein said, before I ask you my next question. Мен келесі сұрағымды қоймай тұрып, before деген дейін, келесі сұрағымды қоярға дейін. Question, what does go up the hill? With 3 legs. With 3 legs. Үш аяқтап and comes down with 4. Және 4 аяқтап түседі. And the Indian put his hand, индиялық, қолын қалтасына салды да. Put his hand into his pocket and gave him $5. Сонда ол өздері жауабын білмеген. Эйнштейннің $500 алып алды да. Оған бірінші сұрақ үшін $5 берді. Мына сұраққа жауап бере алмаған үшін тағы да $5 берді. Сөйтіп, қанша? $490 ұтып алды. Yeah, great deal деген осы. Hand into his pocket and gave him $5. So this Indian guy is sitting next to Einstein, and Einstein says, it's a long flight. Why don't we have a competition? I'll ask you a question, and if you can't answer it, you give me $5. Then you can ask me a question, and if I can't answer it, said Einstein, I'll pay you $500. The Indian guy, thought this is a great deal. If I can't answer it, $5. If he can't answer it, $500. So he told Einstein, all right, you go first. So Einstein said, how far is the moon from the earth? And the Indian thought and thought. He said, you know what, I really don't have the exact answer. Here's $5. Then he looked at Einstein and said, what goes up a hill with 3 legs and comes down with 4? And Einstein worked through all of his knowledge of science, couldn't figure out what he was talking about, put his hand into his pocket and gave him $500. Einstein's turn again. Einstein said, before I ask you my next question, what does go up the hill with 3 legs and come down with 4? And the Indian put his hand into his pocket and gave him $5.
Осылай. Сонымен бүгінгі 1 минуттық видеоның өзінен бірнеше сөздер және грамматикалық ерекшеліктерді үйрендік деп ойлаймын. Осымен онда видеоны аяқтаймыз. Бүгінгі видео қысқа болса да қызықты болды деген үміттемін. Егер ұнаса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен келесі тағы да түсіремін. Ондай қызық видеолар және танымдық видеолар өте көп. Мен сіздер үшін іріктеп, ең қызығын тек қана күлкілісін ғана емес, және танымдық видеоларды іздеп табуға тырысамын және соларды осылайша талдаймыз. Сонымен достар, егер видеоны лайк басыңыздар, және егер де каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер, және жаңа видеолар жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше, бай.